Қош келдіңіздер Барсақ каналыма. Бүгін сіздермен восточный пирог пісіреміз. Оған біз комната температурасындағы майды аламыз, қантты саламыз майға, сосын екеуін араластырып аламыз. Миксерлеріңіз болса миксермен айналдырған жақсы әрине. Май мен қантты араластырып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды саламыз. Қасықтың ұшымен сосын тұз саламыз. Тұз бен ұнды салып қамыр жасап аламыз. Қамырымызды жасап алдық. Енді қамырымыздың бетін жауып 10 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Оған дейін пирогтың бетіндегі начинкасын дайындап аламыз. Үйде құрма, өрік, жаңғақтың дәні, арахис болды. Сіздер үйде бар заттарыңызбен жасауларыңызға болады. Мейіз болса мейіз қоссаңыз, қандай жаңғақтарыңыз бар қоссаңыздар өте дәмді болады. Бәрін майдалап тұрап алдым. Құрманы, өрікті, жаңғақтың дәнін бір ыдысқа салып бәрін сгущенкамен араластырып аламыз. Холодильниктегі қамырымды шығардым. Енді бұл қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Сіздерді өз формаларыңыздың көлеміне сай етіп жайып алыңыздар. Қамырымыз шамалы формадан шығып тұру керек, қайырылып. Солай тегістеп аламыз. Қамырымызды форманың ішіне салып тегістеп алғаннан кейін бетіне начинкамызды салып жан жақтарына жайып шығамыз. Начинкамызды осылай тегістеп алдық та, духовкамызға жарты сағатқа 200 градуста пісіріп аламыз. Пирогымызды духовкадан алдық. Өте жұмсақ болып шықты қамыры. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Жасаған пирогым ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.